Әйгерім қайда? Әйгерім. Әйгерім. Әйгерім деймін. Олардың құлақтары санар болып қалған ба? Әйгерім. Әдесті ма? Әйгерім деймін. Не бір ау демейсің? Маған вообще сөйлемеші. Не болды? Неге көзін ісіп тұр? Еще сен білмейсің ба? Айтсаңшы. Кеше кім екен? Не кім екен? Баланды болсана қамап, мені ұрып, осы ма саған керегі? Енді Айдың өзінің кінәсі бар ғой. Не кінәсі бар? Сонда ол балаларын үйге кіргізгені үшін сонда ол таяқ жеу керек па? Өз баланды ұрғанды мен сен бірінші рет көріп тұрмын. Қысқасы, Мирас, егер осындайлығыңды қоймайтын болсаң, мен сенімен ажырасам деген сен ұқтың ба? Не айтып тұрсың, Әйгерім? Не айтып тұрғанды жақсы білесің. Біз уже үлкен жасқа келдік, 3 баламыз бар. Енді осылай жүреміз ба, арқа-жарқа болып? Қысқасы, ештеңе білмеймін, түзелмесең, мен кетсем де қаламын, ұқтың ба? Қойыңдаршы, сендер арттарға жетіп, мен жағдайым жоқ. Мирас, өзің біл, түзелмесең түзелмей-ақ қой. Сен түзелетін ешкім жоқ. Най. Міне, енді өз-өзіме келіп қалдым ғой. Қой, бетім жуып келейін тағы. Айдан? Бұл мұнда не істеп жатыр? Айым. Ой, қайырлы таң. Айдан? Бұл мұнда не істеп жатыр? Сол сұрақты өзіне де қойғым келіп тұр. Мәссаған, мұнда ұйықтап қалған несі, бөлмесе бар жатпай ма? Соны айтам. Айдан. Айдан, тұр. Айдан. Қайырлы таң. Не істеп жатырсың мұнда? Жай емес, не болды? Кеше что-то анам да көңілсіз, бәрін де көңілсіз. Кеше жай келіп қалды, сосын біле алмай қалдық қой. Жайшылық па? Ештеңе болған жоқ деймін. Қой, жақсы кеттік. Тамақ дайындайық. Ой, қыздарым, қайырлы таң. Қайырлы таң, мам, қайырлы таң. Қайырлы таң екем. Қайырлы таң. Қалайсыздар? Жақсы ұйықтадыңыздар ма? Келсеңші, Айдын. Балам келе ғой. Мам, неге Айдын әшітқана ұйықтап жатыр? Айдын ба? Оны не істейін деп едіңдер? Жай. Өздерің кеше түнде келіп алып, енді бізге сұрақ қойын дедіңдер ма? Папа жайдан жай келген жоқпыз ғой, жұмыс істеп келген жоқпыз ба? Ақша тауып, нан тауып. Қайсы нандар? Барлығын басқа жақтарға құртқан шығарсыңдар. Не болды, пап, соншамадай? Біз керекпіз ба? Ақша керек па? Әкеліп берші бар ақшаны. Қазір. Сізге осы ақша керек па? Алыңыз. Қызым, міне ақша деп қоймадыңыз ғой? Соны айтам. Кеш келсек те енді біз жұмысымызды тындырып келе жатқан жоқпыз осы. Ақша үшін сіздерді асырау үшін. Соншама сұрақтың астына алдыңыздар ғой? Дұрыстап отырып тамақ ішейікші. Соны айтам. Таңат пен настроениенің бәрін құрттыңыздар. Жақсы қызым болды. Ой, мына кеше Айдын бір бұзақылық жасап қойып, соны қамап қойғанмын ғой. Бір бұзақылығымды көтере алмай қалыпты сол әкем. Жапшы аузын, Айдын. Мам, сіздің көзіңізге не болған? Үсіп кетіпті. Кеш тұрғаннан ғой. Қойыңызшы, кеш тұрғаннан. Ондай болмайды ғой. Сіз таңатпай 8-де тұрып алып едіңіз ғой. Таңертең далаға шығып тұр едім өзім ояулы болып. Сізді көріп қалдым. Жоқ, білмеймін енді, әйтеуір сөйтіп болып кеткен шығар. Жарайды. Неғып отырмыз, біз тамақ ішпейміз бе? Қазір дайындап жіберейін. Қызымнан ала ғой.
Қысқасы айым, иә, енді маған осылай дөрекілік көрсететін бол, ісім сен қызбен болдықтың ба? Түсінбедім. Сен қызыма сөз қайтаратын болыпсың. Қалай сөз қайтардың, әке? Өтір, әке деп сылмай-ақ қой. Не анау ақшаны бетіме лақтырып? Енді өзіңіз емес пе? Неге кеш қайтасыңдар, ақша тауып жүрсіңдер ме, анау-мынау деп үнемі біз жұмыстан келгенде ақша бар ма дейтін сұрағыңыз көп қой. Сол ақшаның бәрін қайда жұмсайсыз өзі? Ақшаны бір жаққа тігіп жүрген жоқсыз ба? Өткенде мен сізге қарызға бір ақша беріп едім ғой. Қайтарып берем. Мирас, қойсаңшы, енді қыздарынан ақша сұрауды қалдың ба? Ешқандай ақша сұраған жоқпын мен. Пап, өтірік айтпасаңызшы. Осы сейсенбі күні менен қанша 15 ба сұрап алып едіңіз ғой? Әлі қайтарған жоқсыз. Ертең қайтарам деп уже бір апта өтті. Қайтарам ғой, қызым, не болды сондай? Ой, мұнда отыр екенсің ғой, Мирас. Мен сені ана жақтан іздеп жүрсем, мынау кім? Ассалаумағалейкум. Ассалам. Мирас уже мынау ұят болып кетті. Не ұят болып кетті? Осыдан бір апта бұрын футболға ставка тіккен жоқсың ба? Мен ақша сұрап соның бәрін қайтаршы енді. Үйті өткенде картадан азартникқа тіккен жоқсың ба бар ақшаңды? Соң ұтылып қалдың ғой. Жай сөйлесейші кішкене. Немене? Қайдағы азартник? Мирас, сен не карта ойнап жүрсің ба? Жоқ. Болшы, ештеңе, ақшамды қайтаршы, Мирас. Уже пақандар мені ұрсып жатыр маған. Әке, сіз сонда мен ақшаның барлығын ставка еткізіп жібергенсіз ба? Жоқ, қызым, мен әйтеуір қайтарып берем ғой. Оңбаған, Мирас, сен не бәрімізді жынды қылып жүрсің? Әке, мен сізбен ондайды күткен жоқпын. Жоқ, тыңдаңдаршы. Ешемле, Мирас, бүгін кешке жетте ақшамды қайтар. Сен де бір барлығын құртып тұршы. Мирас, тоқта. Осы жерден барлығымызға шындықты ашып беретін бол. Ашып бермесін бе, біз кете де қаламыз. Мен ешқандай ойнаған жоқпын. Болды, сені өтіріңге тойып біттік. Жаңа, Айдын, айым, тез киімдеріңді жинаңдар, кетеміз. Қайда? Басқа жаққа. Өзіміз білеміз қайда кететінімізді. Біз сендей азартникпен бірге тұра алмаймыз, Мирас. Ұрық соқтың, баланы қамадың, сен тіпті өзгеріп кеткенсің. Болды, мен тойдым, ажырасам. Бол, қыздар, Айдын, тез киімдеріңді жинаңдар, кетеміз. Тоқташы, ештеңе білмеймін, жолама бізге, жақындама да. Ужас. Оңбаған, әкем, мен мұнда күтпедім. Соны айтам, кім ойлаған? Бір күні бізде азартник тікіп жіберер құрсын. Соны айтам, Құдай сақтасын. Жақсы, мен киімдерімді жинастырайын. Мен негізі кеткім келмей тұр. Бірақ әкемді сонша осындай болады деп ойламаппын. Біресе анамды ұрады, біресе ақшамызды алып ставка тігеді, Айдынды қамайды. Бұл енді шектен шығулық деп ойлаймын. Тоқтаңдаршы, мен жай қалжыңдадым ғой. Әйгерім, мен артық кетпесінші. Қалжыңды шегі бар шығар. Сонда мен ұрғанында ойың ба? Қалай? Керемет, саған ду қол шапалақ соғам. Біздің үйде бір актер бар екен ғой, Маскың енді шешілді. Бізген жол шылма. Өтініш, Әйгерім, жүр Айдын. Өтініш, Әйгерім, кешірші, бір мүмкіндік берші. Саған ешқандай мүмкіндік бере алмаймыз. Есіңде ме, Мирас? Соңғы кезде Жаңа мен айым татуласқан кез бар емес пе? Сол түні сен бізге ішемізге де керемет те гүлді әкеліп едің ғой. Ал қазір сен гүл түгілі бізге уақыт бөлуді де қойдың. Сондықтан біз сен алмаймыз. Бір күні мен қорқам, бір күні мүмкін сен бізді өзімізді ставка тігіп жіберерсің. Сондықтан біз кетуіміз керек. Жүріңдер. Ана мысықты алуды ұмытпаңдар. Жарайды, пап. Сау болыңыз. Жүрші енді, Жаня. Осы мен аманда салғасып тұрамыз ба? Жүр, Айдын. Маған мүмкін қала береміз. Жоқ. Ешқандай да қалмаймыз. Біздің баратын жеріміз бар, шүкір, масыл емес біз бұған. Жүріңдер. Жарайды, сау болыңыз. Сау болыңыз. Әйгерім, жолама.
болды. Жүріңдер. Енді бұл үйге аттап баспаймыз, түсіндер ма? Мам, Айдын қойш, ол сені қанша рет сабады, қамады, ұрды, соқты. Сен де батыл екенсің, соңына дейін төзіп. Енді біз соңына дейін бара алмаймыз әрине. Мүмкін ол бір күні бізді больницадан шығарар. Мен одан қорқып тұрған жоқпын, жайып тұрмын. Болды, мына үйді ұмытыңдар. Біз қалаға барамыз да жаңа өмір бастаймыз, түсіндер ма? Жарайды. Жақсы, жүріңіздер. Такси шақыра бер, Жаня. Жарайды, қазір хабарласам. Шынында, Мирас, сен істедің. Шынымен де Әйгерім сөздің жаны бар. Сол кезде көп уақыт бөліп едім, ал қазір білмеймін, кішкене жасым келгесін ба, өзгеріппін. Қатты ашушаң болып бара жатырмын. Оларды түсінуге болады. Не істеймін болады, қалай дек оларға кешірім сұрап баруым керек. Аналар аэропортқа ма кетіп қалмай тұрғанда тез дайындалуым керек. Иә, ол үшін Гүлсадан жерге сыйлықтар алып баруым керек. Және киімімді ауыстыруым керек. Иә, кеттім онда.